Адамның жалпы жетістікке жетуіне кедергі болатын үш зат бар. Үш мінез бар. Оның бірі кежерлік, екіншісі ұйқы, үшіншісі жалқаулық. Егер бір нәрсені істеуге келгенде кертартпа болатын болсаңыз, ешқандай алға баспай, кері қарай тарта беретін кертартпа мінезіңіз болатын болса, сізді арман мақсатыңыздан алдағы уақытта алыстата бермек. Екінші ұйқы. Ұйқыны жеңе алмайтын болсаңыз, ұйқыбас болсаңыз, таңда тұра алмасаңыз, хайуанмен, жануармен тең болғандығыңыз. Ол да сіздің арман мақсатыңызға тосқауыл болатын өте үлкен кедергілердің бірі. Үшінші жалқаулық. Жалқаулығыңызды сіз жеңбесеңіз, өзге біреу келіп жеңіп бермейді. Оның сізге тигізер пайдасы арманыңыз бен мақсатыңыздан алыстатқаннан басқа ешбір пайдасы жоқ. Ендеше осы үш қасиеттен шамаңыз келгенше алыс жүрсеңіз, жетістігіңіздің алыс емес екенін бағдарлай беріңіз. Ал бұл үшеуі жаныңызға жақын болса, тіпті біреуі болатын болса, сіздің жетістігіңізге көптеген зиян тигізеді. Ендеше кежерліктен, жалқаулықтан, ұйқысыздықтан, ұйқышылдықтан аулақ болыңыз.